Түн ортасы ауғанда тас қалада тыныштық орнады. 9 қабатты үйдің табанындағы шағын кафеден тынбай естіліп тұрған музыка енді ешкімге керек болмай қалғанын сезгендей сап тыйылды. Сәлден соңғы қонақтар есік алдына шығып такси күтті. Күндізгідей жап-жарық ең көшенің бойымен ілуде бір зымырап өтетін бірлі-жарым көліктің үні сәт сайын қоюлана түскен түн тыныштығына лезде жұтылып кетіп жатыр. Қонақтар да біртіндеп сиреп әлгі машиналармен бірге сарғыш кеңістікке сіңіп барады. Ең соңында қалған екеу орта бойлы еркек пен талдырмаштау сымбатты келіншек. Енді біз не істейміз дегендей бір-біріне қарап кідірістеп қалды. Үнім шыға ма шықпай ма деп тексергендей тамағымды кенеп бір жөткірініп алған ер кісі: «Рұқсат болса мен сізді шығарып салайын» деді қоңыр үнмен. Келіншек үнсіз келісіп, оған жымия қарады да көзін жұмып басын изеді. Ендігі такси біздікі деп ер кісі оның оңай келіскеніне қуанғандай көше бойына үміттене көз тікті. Қажеті жоқ. Келіншек басын шайқады. «Мен жақын жерде тұрам. Бар болғаны бір-ақ квартал». Солай меді. Ер кісінің алғашқы арыны басылып, аздап абдырап қалғандай болды. «Мен өзім-ақ қайта берсем болар еді» деді келіншек. Өз тәуелсіздігін үнсіз ғана қорғауға талпынған ниетпен. «Бірақ анау жерде бір саябақ бар. Білетін шығарсыз. Содан жалғыз өтуге қорқып тұрмын». «О не дегеніңіз?» деді ер кісі шапшаңдата жауап беріп. «Мен сізді ол жерге жалғыз жібермеймін». Содан соң көше жиегіндегі тротуар бойымен ақырын аяңдап, иық түйістіре қатар жүрді. Екеуінің бойы шамалас екен. Келіншек жігіттің қолтығына сүйеніп, сәл иіліп тақалып келеді. Олар әлгінде кафеде қатар отырған. Екеуі де жалғыз келген солай болды ма? Әлде күтпеген кездейсоқтық болды ма? Әйтеуір бұрыннан танитын сыйлас замандаса сыпайы сөйлесіп, әзіл қалжың жарастырып сөйлесіп жетіп алды. Кафеден шыққан соң да сол жарасымдықты кейіп кете алмай бір-біріне қарайлап тұрып қалғаны содан. «Қалай, бүгінгі кеш ұнады ма сізге?» Ер кісі тағы да үйреншікті әдетімен тамағын кенеп, даусын тексеріп алды. Келіншек әуелі иығын қозғап «Білмеймін» деді. Қазір 40 жасты тойлы мода қайналып бара жатқан сияқты ғой. Бұрын қарт кісілер 40 жасты тойламайды деуші еді. Бірақ бүгінгі тойдың қызықты өтпеуі оның зередей әсері жоқ шығар. Ал сізге ұнады ма? Маған әрине ұнады. Сондай бір көңілді, жақсы отырыс болды. Бұл кештің маған ерекше ұнаған тағы бір себебі, сіз де әдемі келіншекпен таныстырғаным десем артық етпес. «Ой, деді келіншек әзілге бұрып. «Басталды не?» «Жоқ, шын айтам. Мүмкін сіз маған ғашық болып қалған шығарсыз» деп келіншек күле бастады. «Я, солай». Ер кісі де күлген болды. «Солай сияқты». «Жоқ, сіз нақтылап айтыңыз, солай ма әлде солай сияқты ма?» Келіншек оны қолынан тартып тоқтатып, бетіне күлімсірей қарап жауап қатты. «Солай» деді ер кісі бірдемені бүлдіріп қойып, қолға түскен сотқар баладай басын шұлғып. «О» деді келіншек даусын соза таңқылып. «Өткінші жаңбыр секілді мұндай қысқа мерзімдік махаббаттар өміріңізде жиі болып тұрады ма?» деді. «Жоқ» деді
Ер кісі абдырап қалып, деді келіншек, даусын құбылтып, көзін төңкере қарап, мәңгілік пе едім? Ой, кешіріңіз, мен сізді түсінбей қалыппын. Ер кісі оның әзілін жаңа ғана түсінгендей, басын шайқап, кеңкілдеп күліп алды да, қайтейін енді деп, өз жеңілісін ашық мойындап, бар шыным осы деді. Келіншек әлдене деуге оқталап еді, алдыңғы жақтан қарауытып көрінген саябақтың ішімен өтетін жалғыз аяқ жолының шетіне кеп іліккендерін сезіп үнсіз қалды. Ер кісінің қолынан қаттырақ ұстап жабыса түсті. Саябақ ішінде екеуден екеу оңаша отырған, темекі тартып, сыра ішіп, музыка тыңдап тұрған жастар көп еді. Олар да дәл жанынан өткен ағаштың түбінде бір-біріне жабысып, өшіп аймаласып тұрған қыз бен бала да біреулер келе жатыр екен-ау деп жиған жоқ. Қайта бұлар жақындаған кезде бізді көрдіңдер ме дегендей, үстеріндегі футболкаларын жанталаса шешіп, жартылай жалаңаштанып алды. Саябақтың сыртына шыққанда келіншек деп демін алды. Құрысын, ойбай, өттік-ау әйтеуір. Сонша неге қорықтыңыз деді ер кісі таңғалып. Қалай қорықпайсың? Жер бетіндегі сұмдықтың барлығы осы саябақта болып жатқан жоқ па? Не дегеніңіз? Бәріміз де жас болып көрдік. Түні бойы қыдырып, саябақ шарлаған кезімізде болды. Соның бәрі де жастыққа тән романтика қызық емес пе еді? Рас, бүгінгі жастар бір түрлі қаталдау болып барады. Әрі беттері ашылып кеткен сияқты ма қалай? Ой, айтпаңыз. Келіншек алақанмен бетін қалқалап. Сұмдық. Сіз бен біздің кездегі саябақ айлы түн, жұлдызды аспан қайда? Бұлар мүлде басқаша түсінеді. Қазір ай дегеніңіз әскери база, жұлдыз дегеніңіз бір-бірімен соғысып жатқан планета. Ал мыналардың барлығы терминатор мен киборгтер болып кеткен жоқ па? Кешіріңіз, сіздің балаларыңыз жас шығар? Иә, деді ер кісі өзінің балалары барын енді есіне түскендей. Үлкен ол 6-шы класста оқиды. Мінезі сізге тартқан ба? Қайдам? Ол да мыналар секілді аздап сотқырлау сияқты. Бірақ алма өз ағашынан алысқа түспейді деуші еді. Міне келіп те қалдық, деп келіншек 4 қабатты қызыл кірпіш үйдің алдына жеткенде тоқтап. Мен осында тұрам. Шығарып салғаныңыз үшін мың рахмет. Шайға шақырмайсыз? Жоқ, деді аяқ астынан мұңая қалған келіншек басына шайқап. Түн ортасындағы қайдағы шай? Деді. Ер кісі демін даусы шығарып. Даусында бір өкініш бар сияқты. Әңгімеміз жаңа ғана жарасып келе жатқан сияқты еді. Оның үстіне бүгінгі күннің мамығындай жұмсақ, тамылжыған әдемі түн екен. Сіз ақын бедіңіз, деді келіншек таң қалып. Жоқ, менің бүкіл өмірім математика. Әйтсе де поэзия мен математиканың арасында бір жақындық бар екені рас. Ол қандай жақындық? Баяғыда бір данышпан айтыпты. Поэзия дегеніміз тапқырлық, математика ойлылық деп. Жүріңіз, анау сәкіге борып отырайық, деді келіншек. Олар қараңғыда абайлап басып келіп, аулада өсіп тұрған 3-4 талдың түбіндегі арқалығы жоқ жарымжан сәкіге тізе бүкті. Ал еңбегіңізді жалғастыра беріңіз, деді. Келіншектің даусынан ойнақы бір наз естіп. Деді, шымқырына ойланып. Енді сізге не туралы әңгіме айтсам екен? Жаңағы, деді келіншек жұмсақ алақанын оның алақанына қойып. Мен қарапайым ғана математикпін, ақын да жазушы да емеспін. Дегенмен бүгінгі түн көңілімді толқытып, өз қиялымда оянған таңғы жайып бір аралдың бейнесін көз алдыма келгендей. Қызық, ол қандай арал? Білесіз бе оны? Арал бейнесіндегі адам не болмаса адам бейнесіндегі арал деп айтуға болар еді. Бұл қиял.
бұл арман менің кеудемде баяғыда оянған. Оны сізге қалай бейнелеп жеткізсем, түсіне алмайсыз ғой дейді. Білесіз бе, бүгінгі мынау астан кестен аласапыран тіршілік бәрімізді шаршатты, қажытты. Содан соң әлгі күнде қайталана беретін үй жұмыс үй деген маршруттан мезі боп әбден жалықтық. Баяғы жастау күнімізде бұл дерт онша сезіле қоймаушы еді. Ол кезде сірә жүйкеміздің арқауы әлі босамаған мықты кезіміз болса керек. Сенесіз бе, менде қазір адал дос, ақ көңіл жолдас қалмады. Кей күндері жұмыстан шығып, көшені кесіп ұзақ қыдырамын. Алғашқыда дәл осылай беймәлім бағытпен, беймәлім мақсатпен жүре берем. Әйтеуір бір күні мен алдымнан мен іздеген беймәлім бір жұмбақ адам жолға кететіндей көрінеді. Бірақ өкінішке орай бәрі бос әурешілік. Көшедегі адамның басқа біреуді емес, тап өзімді іздеп жүргенімді ұқтым. Сіз романтиксіз деп шумайып келіншек. Бәріміз де белгілі бір дәрежеде романтикпіз. Сіз айтқандай әлі ешкім ашпаған, адам аяғы баспаған аралдан аңсайтындар қаншама. Бірақ ондай арал қалмаған болар жер бетінде. Амал қанша. Сол баяғысынша ағыл-тегіл адам ағыстың арнасымен сіз де қалт-құлт етіп аға бересіз, қайтесіз. Ер кісі келіншекті құшағына тартып сүймек болып еді, бірақ басын алып қашып қарсылық білдірді. Жоқ, сіздің жүрегіңізде достық жоқ, сізге тек тыныштық керек. Маған сіз керексіз, мен үшін достық, тыныштық, махаббат ол сіз. Жоқ, деді келіншек басын шалқайта жымиып. Біз махаббат аралының тұсынан әлде қашан өтіп кеткен ескі кемелерміз. Достық та сол аралының жағасында қол бұлғап қалған. Енді бізге керегі тыныштық, тек қана тыныштық. Көп ұзамай оған да жетеміз. Ал қош сау болыңыз. Мен сізді сүйем, деді ер кісі құшағынан босатқысы келмей. Мұныңыз мүлде артық сөз енді. Ойланып айтсаңызшы. Сіз 19-дағы бала, мен 17-дегі қыз емеспін. Сізге телефон шалып тұруға бола ма? Келіншек иығын қозғады. Қажеті қанша? Маған сіздің даусыңызды естіп жүретініңіз жеткілікті болар еді. Сонда қалай? Бозбаламен бойжеткен секілді бір-бірімізге телефонмен сыр айтысып отырмақпыз ба? Қалай десеңіз де өз қиялымдағы оңаша аралды жоғалтып алмасам деймін. Оған алыстан болса да көз салып, ынтызар болып жүрудің өзі бақыт. Оңаша арал, келіншек қайталап. Ол сіздің ой қиялыңыздан мүлде шырмап алған екен. Менің түсуімше, атақ мансап, әйел бала шағаңызды уақытша тастап, өзіңіз ойлап шапқан оңаша аралға келесіз де, рахаттанып, дем алып шаршап жүйкеңізді тынықтырып, сосын қайтып кетесіз. Солай ғой. Ол тек сырттай қарағанда солай. Ал шын мәнінде мен оған барлық көрген білгенімді, сезгенімді, жұртқа айтпайтын жасырын сырларымды алып келемін. Мына менің барлық құпиям, ішкі асыл қазыналарым сол аралда сақталады. Сіз өте қауіпті романтиксіз, дейді. Алыстан қарағанда тып-тыныш, бейбіт жатқан аралдардың сырт көзге, әсіресе өзінен басқаны көрмейтін, өзімшіл көздерге байқала бермейтін тағдыры бар. Оны ескермейсіз бе? Тәңірім сақтасын, деді. Мен сізге титтей жаманшылық ойлап тұрғаным жоқ. Бар болғаны өз көңілімнің қазынасын сіздің көңіліңіздегі қазынаға қоссам ба деп. Өзгеден жасырып, өзім ғана пайдасын көрем деген қазынада қасиет бола ма, дейді. Білесіз бе, деді келіншек, әңгімені қалжыңға айналғысы келіп. Қандай жұмбақ қызығынан жалыққан екі пендені, еркек пен әйелді осында келіп тастаған. Олардың ұрпақтары жердің қызығына тойынып, басқа бір әлемде жүдеп жүр. Жарайды.
тұспалдағанымыз да жетер. Келіншек сәл шегініп тұрып, мен сіз ойлағандай тып-тыныш, бейбіт жатқан арал емеспін. Одан гөрі қауіпті құпия аралмын. Сондықтан саяхатшы мырза, әдейілеп келсеңіз де, адасып келсеңіз де, қайтып кетер жол жоқ. Өйткені менің көңілімдегі арал барса келмес. Ер кісі сәл қозғалып, бірдеңе айтуға оқталып еді. Келіншек, сау болыңыз. Бүгінгі кеш өте жақсы өтті деді. Ал ол үшін сізге көп рахмет деді. Келіншек подъезге кіріп, туфли тықылдап, доғары көтерілді. Ол ішінен санап тұрды. 2-ші, 3-ші, 4-ші қабат. Айтқандай-ақ, дәлден соң 4-ші қабаттағы терезе жарқ етіп көзін ашты. Келіншек аядай ғана пәтеріне кіріп, дәлізде бір қолымен қабырғаға сүйеніп тұрып туфлиін шешті. Сосын ішке өтіп, жұмсақ креслоға сылқ етіп отыра кетті. Өзім жоқта үй ішіне өзгеріс болып қалды ма дегендей, телевизордан бастап барлығын көзімен қарап шықты. Бәрі орнында. Ірістей өзгеріс байқалмайды. Тап-таза, тап-тұйнақтай. Өз үйім, өлең төсегім дегендей басынан өтті. Басынан тек шалқайтып, рахаттана көзін жұмды. Еркектерге ермен керек деді. Олар бізді оңшық көреді. Ерінбесе қолын алып, ойнап, қызығымыз таусылған күні лақтырып кете береді. Енді ойланып, содан соң орнына барып жылдам көтеріліп, ваннаға кіріп, жуынып, шайынып шықты. Төсегін ашып жатып қалды. Бірақ таза ауада көп жүргендікі ме, әлде ертең жексенбі болғандікі ме, өз еркімен ұйықтағысы келсе де, ұйықтай алмады. Енді ойланып қаралса, бұл аралға еркек кіндіктің аяқ баспағанына да біраз уақыт өтіпті. Бұрын жиі келіп тұратын, келген сайын көңілін көк теңіздей толқытып, бірде өкпелетіп, еркелетіп, бірде жауғалаудағы маяктай үміт отын жағып кететін ержігіттің телефонын соғып, төбе көрсетпегеніне де 3 айдың жүзі болыпты. Ылғида аяқталмайтын іс-сапар, аш шектеп жозылған алыс жолдар, бұл телефон соға қалса қалада көп болмайтын айтып ақталады. Бола қалғанның өзінде әрине хабарласпайды. Алайда соның бәрін біле тұрып, ол оның бұрынғыдай хабарласқанына, бір-екі сағатқа болса да келіп кеткенін қалайды. Оның тіпті есіктен кірмей жатып, қарқылдап күліп, бүйірінен түртіп ойнап, дабай-дабай дегенін, төсекке қарай сүйрейтін есіркі мінезінде сағынады. Неге? Бәлкім соңғы көрген қызығы болған тікіме, бауыры басып қалды ма, білмейді. Бәлкім сол мінезін ұнататын болар. Солай шығар. Кенет есік қоңырауы бұлбұлдай сайлап қоя берді. Ол ойламаған жерден ұрлығы ашылып қалған жандай шошып кетіп, жалма-жан орнынан тұрды. Ол тіпті ержігіт бұл сен бе деп дауыстап қала жаздап, ернін тістей қалды. Көршілердің бірі болып жүрсе қайтпейік. Сонсон есік көзінен сағалап қарады да, Құдай-ау, мынау жаңа қостасып кеткен кісі ғой деп шегін шектеді. Ол әлі кетпеген екен. Есікті ашарын, ашпасын білмей, самайына түскен бір уыс шашын қайта-қайта артына қайырып абдырап қалды. Қолы қалтырап, жіңішке шындырлы кілтке қарай созыла берді де, шоқ ұстағандай тартып алды. Есік қоңырауы тағы да сайрады. Жоқ, келіншек басын шайқап шегіншектей берді. Аздан соң башқышпен тыс-тыс етіп төмен түсіп бара жатқан аяқ дыбысы естілді. Кетті-ау әйтеуір. Сіз сияқтылар бұрында келген. Ол орнына қайтып келіп жатқан соң шайылып жастық, иіліп төсек болып көргеміз. Бірақ соның бәрі дейін естелікке айналып, белгісіз бір тұңғиыққа сіңіп кеткен елестер сияқты. Көрді ме жоқ па, рас па, өтірік пе, өзі де білмейді. Әйтсе де, ол өзінің шексіз өмір мұхитында неліктен жалғыз болып қалғанын түсінбеді. Өзге аралдар қызу тіршілік кешіп, өсіп-өніп, қара қазандай қайнап жатқанда, бұл неге бір қиярда тұр. Кенет оның көз алдына баяғыда осы аралға ынтығып, аңсап жетіп, жолы болмай қайтқан боз бола саяхатшы оралды. Еш қулығы жоқ, тұп-тұнық көздері күлімдеп келіп,
сол бұрынғы сүп сүйкімді түбіт мұрт бала қалпында ұяла үн қатып: Қабылбек екеуміз жатақханаларыңды әзер таптық, Никольский базардың ар жағына бір шығамыз, бер жағына бір шығармыз. Сөйтсек, мынау почта тұр екен дейді. Иә, сабақ қалай? Студент болған қызық шығар, деді бұдан көз алмай сүйсіне қарап. Жүріңдер киноға барайық деді. Содан соң сендер ауылға қайтасыңдар дейді. Мектепте оқыған балалардың өзін іздеп келгеніне қуанып, жатақхананың алдында тас шыбықтай майысып тұрған бұның көңіліне алаңдап, кинодан шыққанда кеш боп кетеді. Ал біздің жатақхана бізден балаларды кіргізбейді деді. Жоқ, бүгін біз ертең қайтамыз. Бүгін осындағы туысқан ағайға қонамыз деді. Кейін білдім. Бұл қалада олардың ешқандай туысқан ағайы жоқ екен. Сол күні олар вокзалға қоныпты. Кинодан қайтып келе жатқанда құрбы қыздары бұларды әдейі бөлектеп оңаша қалдырып кеткен. Әттең, сендермен студент болмағаныма өкінем. Мен осы көктемде әскерге шақырып жатыр. Алдағы айда мамырда алып кетеді. Сосын ол қатты тоқтай қалып, мұның қолынан ақырын ғана батылысы да ұстап тұрып, мектепте оқып жүрген кезден бері жақсы көретінін, күндіз-түні ойлап сағынатынын айтты. Күтесің бе? Деді. Ұялшақ қыздарға тән әдетпен иә деп сыбырлады. Ол кезде расында да сол бір бозбала жігітті ұнатушы еді, бірақ күте алмады. Оның әскерден жазған сағынышқа толы хаттарын жиі алып тұрды. Әуелде жүрегі лүпілдеп, көзіне жас олып отырып жауап жазды. Дегенмен бірте-бірте мұндағы өмірдің қызығы, би кештерінде танысқан сері жігіттердің тәтті сөзі мен ыстық демі 18-ге толған бойжеткеннің алғашқы бала махаббатын отын үрлеп, бас айналдыратындай сиқырлы да қараңғы дүниеге алып кетті. Әскерден келген соң сүйген қызынан салқын жауап алып, сол бір кинотеатрдың жанындағы саябақта темекісін тартып отырып, үнсіз қалған балаң жігітті бұл содан бері есіне алмаған. Ол баяғы бір көршіген таныс сурет, қызық естелік сияқты болып қалды. Өз өмірін өткен шағын ойлағанда, көбіне студенттік жылдарды өзін өкінішке қалдырып кеткен сұлу жігіттің бейнесі оралатын. Ол сонау бір кезде бүкілге оранып, құлпырып тұрған аралға келіп біраз күн тұрып, енді тіршілік жасап мекендеп қалу үшін керек жарақтары мен жүктерін алып кетуге келгенде, қайтып оралмай қалған опасыз саяхатшыға ұқсайды. Одан кейін де жаздағы демалушылар секілді уақытша келіп қызықтап көргендер болған. Бірақ бүгін арада ұзақ жылдар өткенде солардың бәрінің де ниеті бұзық, қара ниет қарақшылар екен. Ал бұл аралға шын ниетімен, адал ақ ниетімен келген тұңғыш саяхатшы өзі екенін анық айқын сездіріп, сол бір балаң жігітті бейнесі есіне келді. Терезеден тағараңдап атқан таң белгісі біліне бастады. Түні бойы көзілмеген келіншектің жанарынан мөлдіреп, бір тамшы жас үзіліп түсті.